Бүгін біз өте қызық тақырыппен танысамыз. Қазақстандағы тарихи мұражайлар не үшін қажет? Бұл сұраққа бірге жауап іздейміз. Мұражайлар бізді өткенге саяхат жасатады. Мына биік әрі әсем мұражайда халқымыздың өткені мен мәдениеті сақталған. Мұражайға кіргенде біз тарихқа жақын боламыз. Міне, күлімдеп тұрған экскурсовод бізді қарсы алады. Ол мұражайдағы әр бұйымның тарихын қызықты етіп айтып береді. Бұл залда мыңдаған жыл бұрын жасалған жәдігерлер сақталған. Қыш құмыралар, тастардан жасалған құралдар, бәрі біздің ата-бабаларымыздан қалған мұра. Мұражайдағы әр зат бізге бір нәрсе үйретеді. Олар арқылы біз адамдардың бұрын қалай өмір сүргенін, қандай бұйымдар қолданғанын білеміз. Ал бұл зал ұлы тұлғаларға арналған. Мұнда Абай, Әлия, Бауыржан Момышұлы сияқты қазақтың мақтаныштары туралы көптеген мәлімет бар. Балалар экскурсоводты қызыға тыңдап, сұрақтарын қойып жатыр. Мұражайларда осылай жаңа білімге жол ашылады. Ұлттық мәдениет залында киіз үй, домбыра, ұлттық киімдер мен әшекейлер көрсетілген. Бұл қазақ халқының бай мәдениеті. Мұражай бізге тарихты құрметтеуді үйретеді. Өткенін білген адам өз елін қадірлейді. Қазақ хандығы дәуіріне арналған көрініс бізді бірнеше ғасыр артқа апарады. Батырлар, киіз үйлер, хан ордасы, бәрі сол заманның өмірін бейнелейді. Табиғи тарихи мұражайда Қазақстанда бұрын өмір сүрген жануарлардың үлгілері бар. Бұл бізге табиғаттың да тарихы бар екенін көрсетеді. Табиғи тарихи мұражайда Қазақстанда бұрын өмір сүрген жануарлардың үлгілері бар. Бұл бізге табиғаттың да тарихы бар екенін көрсетеді. Табиғи тарихи мұражайда Қазақстанда бұрын өмір сүрген жануарлардың үлгілері бар. Бұл бізге табиғаттың да тарихы бар екенін көрсетеді. Табиғи тарихи мұражайда Қазақстанда бұрын өмір сүрген жануарлардың үлгілері бар. Бұл бізге табиғаттың да тарихы бар екенін көрсетеді. Табиғи тарихи мұражайда Қазақстанда бұрын өмір сүрген жануарлардың үлгілері бар. Бұл бізге табиғаттың да тарихы бар екенін көрсетеді. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.